Жетісай ауданында 92 шаруа әлі күнге өткізген өнімнің ақысын ала алмай жүр. Зауыттардың мақташыларға 116 миллион 600 мың теңге берешегі бар. Биыл осындай мәселе туындамасы үшін зауыт пен шаруаның арасында арнайы келісім шарт түзілмекші. Өкінішке орай балақана сатылмады деп түрлі сылтаулармен бүгінгі таңға дейін 116 миллион 600 мың теңгені 92 шаруаның ақшасын бере алмай отыр. Ал жұмыс басталып кетті. Көктемгі дала жұмыстары. Иә, бұл мәселе қазір облыс әкімі орынбасарының басты назарында. Әсіресе бұрынғы Немекс зауытының берешегі көп. Биыл осындай мәселе туындамас үшін екі жақта келісімшарт үлгісін жасап жатқан көрінеді. Яғни зауыттар өз алдына, мақташылар өз талаптарын әзірлеп жатыр екен. Екі жақ дайындаңдар, заводтар сізде дайындаңыздар, бәрі жиналып, шаруалар. Сөйтіп қайттан кездесу ұйымдастыратын болып шешкенбіз. Екі жақ дайындап жатыр. 2022-дегідей болмайды. Келісім шарт болса, ертең бір-біріне наразылық болса, келісім шарттарымен бір-біріне жауап беретін болады. Біз осындай жұмыста жүріп жатыр. 2023-те енді тапсыра салып, заводқа или пунктке накладныймен жүретін болмайды. Қолдарында арнайы екі жақтың келісім шарты болады. Мөрі басылған шаруаменен заводтардың. Сонда барып, бұл жөнге түседі деп ойлаймыз. Сәл күнде жаппай шет себу науқаны басталады. Аудан қажеттілігі 1400 тонна болса, соның 800 келесі дайын дейді салаға жауаптылар. Мынау жергілікті отандық шет дайын тұр. Одан 80 тонна, 900 тоннадай отандық шет өзіміздің. 500 тоннасы шетелден келетін, Өзбекстан көршілес, Турциядан. Енді ояқтан келетін шеттің бағасы 1200 теңгеге дейін килограмм қымбат болып жатыр. Өзімізге 400 теңге. Разница 3 есе көп болып жатыр. Бірақ енді шара өзі біледі ғой қайсысына келетін. Жаңалдағы Өзбекстанский егеме жоқ, Турциядан келген шет егеме жоқ, отандық. Ол шаруалардың өзінің көзетіндегі мәселе, еркіндегі. Биыл сұршайы жұмыстары да 1,5 айға кеш басталды. Жер жырту жұмыстары аяқталғанмен 2500 гектарға жуық алқап әлі қысқы суын ішіп те үлгермеді. Әсем Жұмалиева, Аллаберген Құлша, ақпарат, Жетісай ауданы.